Что там, жиги? В общем, мына нәрсені кім білет, мынау ішінде киімдер саласында, ескі киімдердің үйінде тазалау жыртылмаған. Солар саласында мына ішіне ушол лақтырып жібересің. Бұның ішінде жиналып, ана біздің Қазақстанда бұрын сатылған кімнің есінде second hand деген бар ғой. Дәл осы ішінен шыққан заттар солар. Бұндай көп жерлерде бар да. И мына жерге біз фура қойып қойдық. Мынандай магазиннің алдына тегін да бір күнге қоямыз. И тыныш келіп, тыныш кетіп қаламыз да. Мына магазиндердің бір бұрышына қойып қойдық. Біз алдын Walmart, Kroger, Laos деген 3 магазин бар. Сол 3 магазиннің алдында мен қойып бастадық. Қасымызға екінші трак келді, анау келді, мынау келді. Сонымен 3-ші, 4-ші трактор келіп дәл сорада тұрып майын ауыстырды, жерді майлады, кірледі, қуып жерді бәрімізді. 3 точкіден де қуып жерді. Мынау қазір 4-ші точкіміз. Енді жиги, мына жерге американецтер қоймайды, өзіміздің қазақ, қырғыз, өзбектер ғана қояды да. Мына екі пикап тұрып алған, мен бұларды көре алмаушылық емес, просто айтқым келіп жатқанды қойсаңдаршы деймін да. Мына жерге қойып, майын ауыстырып жатыр, баллонын ауыстырып жатыр, ертең астын лай қылады, май қылады. Сосын мына магазиндерді жалып келеді, бізді қуып жүреді. Лучше тыныш кетіп, тыныш кету керек қой. Міне мына арада киім алып келіп жатыр. Көрдіңдер ма? Second handпен киімдерін салып жатыр.